Баршаңызға кайырлы күн достар. Бүгін сіздермен испанский чизкейктің рецептісімен бөлісемін. Осындай күйіп піскен түрімен ерекшеленеді. Әрі өте дәмді, нәзік болып піседі. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Чизкейктің заттары кез келген дүкеннен таба аласыздар. Ең алдымен творожный сыр мен қантты миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап араластырамыз. Бізге қатты жылдамдықтың қажеті жоқ, сондықтан бұны венчиктің көмегімен де араластырсаңыздар болады. Міне осындай біркелкі болып араластырғаннан кейін жұмыртқаларымызды осылай бір-бірден қоса отырып, әр қосқан сайын миксермен араластырып отырамыз. Достар, егер рецепт ұнап жатса, астыда поделиться деген кнопканы бассаңыздар, жақын достарыңызбен, құрбы достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Және подписаться кнопканы басып, каналыма тіркеліп қоңшаны басып қойыңыздар. Алда осындай керемет рецепттерді сіздерге бөлісіп отыратын боламын. Барлық жұмыртқаларымызды миксердің көмегімен араластырып болғаннан кейін, лопатканың көмегімен ыдысымыздың шетіндегілерін бір жинап алып, тағы бір келкі болғанша араластырып жібереміз. Енді бөлме температурасында тұрған сливкаларымызды миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай түйіршік қалмау керек. Сондықтан миксердің жылдамдығымен, ең төменгі жылдамдығымен араластыратын боламыз. Енді барлығын араластырып болғаннан кейін осындай кукурузный крахмалды саламыз да миксерлейміз. Кукурузный крахмал болмаса, бір ас қасық ұн қосып жүрсеңіздер де болады. Енді осындай дөңгелек формамызға, менде 22 диаметрлік форма, сіздер негізі 18 диаметрмен жасасаңыздар, чизкейктеріңіз өте биік, әдемі болып шығады. Менде 22 форма болғандықтан осылайнан пісіріп алдым. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста осылайнан 40-45 минутта пісіріп аламыз. Кей чизкейктердің көтерілетте ортаға қарай түсіп кетуі де мүмкін. Чизкейктерімізді әбден толығымен суып болғаннан кейін ғана формадан шешеміз. Орта жақтары мен секілді ерте кесіп қойсаңыздар, орта жағы жұмсақ болып езіліп тұрады, сондықтан оны әбден толығымен суығаннан кейін барып кесеміз. Достар, егер мен видеом ұнап жатса, подписаться кнопканы басып, каналыма тіркеліп қоңшаны басып қойыңыздар. Менің каналымда бұдан да басқа керемет рецепттер түрлері бар, жасап көріңіздер.